Трамп немесе Харрис. ақш-тағы сайлау нәтижесі Қазақстан экономикасына қалай әсер етуі мүмкін? Қазақстанның негізгі сауда серіктестері Қытай мен Ресейге ше? Республикалықтар теңгені құнсыздандырады, ал демократтар тұрақтандыра ала ма? Сайлау нәтижесі мұнай бағасына қалай әсер етпек? Сәлеметсіздер ма? Сіздермен бірге халықтың мақсаты. Бүгінгі көтеретін тақырыбымыз өте өзекті. Бұл саяси үрдістердің экономикаға әсері туралы болмақ. Нақтырақ айтатын болсақ, бұл Америкадағы сайлау қалай Қазақстан экономикасына әсер етуі мүмкін? Американың жалпы Қазақстан экономикасындағы орны өте үлкен, белгілі бір дәрежеде негізгі инвесторлардың қатарына кіреді. Және де осы тәуелсіздік алған жылдар бері Қазақстан экономикасына 370 миллиард доллар көлемінде инвестиция тартылған болса, оның 62 миллиард долларынан астам қаражат бұл Америкаға тиесілі. Сондықтан да Америкадағы қандай да бір саяси өзгерістер ол әлем экономикасына әсер тигізуі мүмкін. Сондай-ақ Қазақстан экономикасына да әсер етуі мүмкін. Сонымен бізде өте көп сұрақтар туындайды. Кімнің президент болғаны Қазақстан экономикасы үшін тиімді? Трамптың ба, жоқ әлде Харристің ба? Міне осы қазір күн тәртібіндегі ең қызықты мәселелердің бірі деп есептеймін. Сондықтан да экономист ретінде өзімнің болжамдарымен бөлісіп өтсем. Әрине, Трамптың жалпы тұлғалық ерекшеліктері біздегі Қазақстандағы көптеген азаматтарды қызықтыратын сөзсіз. Себебі ол әрі кәсіпкер болған, әрі бизнесмен, көптеген әлемде саяси тұрғыдан да өзін танытып үлгерген. Сондықтан да Трамптың жақтаушылары көп болып көрінеді. Ал бірақ шын мәнінде Трамп егер президент болатын болса, ол Қазақстан экономикасының көркеюіне ықпал ете ме? Не осы сұраққа тереңірек үңіліп көрейікші. Менің ойымша, бұл жерде нақты бір Трампты болмаса Харристі деп жеке-жеке қарастырғаннан көрі, республикалықтар және демократтар деп қарастырған тиімдірек. Өйткені жылдарға егер шағып тастайтын болсақ, Қазақстан тәуелсіздік алған жылдар бері республикалықтардың билік құрған тұсындағы Қазақстан экономикасына әсері қалай болған? Болмаса демократтар билік құрған тұстарда Қазақстан экономикасы қалай өркендеді? Осы туралы ойланғанымыз дұрысырақ сияқты. Осы тұрғысында егер қарайтын болсақ, жалпы республикалықтардың билікке келуі Қазақстан экономикасында әртүрлі қиындықтарды туғызып тұрғанын көреміз тарихтан. Сондықтан да осы партияларының ұстанымы да белгілі бір дәрежеде президенттің де ұстанымына айналатыны сөзсіз. Осы тұрғыдан егер талдап өтетін болсақ, әсіресе бірінші кезде Трамптың партиясына қатысты айтып өтейік. Ол жерде міндетті түрде өздеріндегі мұнай өндіру көлемін арттыру мәселесін алға тартады. Ал демократтар керісінше олар жасыл энергетиканы дамытамыз дейді, мұнай өндіру көлемін қысқартамыз деп қарайды. Осы тұрғыда егер де мұнай өндіру көлемін егер Трамп келіп ұлғайтып жататын болса, онда әлемде мұнай көлемі артады, тиісінше мұнайға деген сұраныс нарықта азаяды, мұнайдың бағасы төмендейді. Бұл жағдай Қазақстан экономикасы үшін әрине кері әсер ететіні түсінікті. Осы тұрғыдан қарайтын болсақ, Қазақстан экономикасының әлде де болса мұнайға тәуелділігі бар. Осы тұрғыда егерде республикалықтар емес, Харристің бастап отырған демократтар келетін болса, олар жасыл экономикаға көбірек көңіл бөледі, Америкадағы мұнай өндіру көлемін қысқартатыны сөзсіз. Бұл белгілі бір дәрежеде бүгінгі таңда мұнай бағасы барреліне 80 болып тұрса, оның 10%-ға өсіміне алып келуі мүмкін. Ол өз ретінде Қазақстан экономикасының өсіміне ықпал ететіні сөзсіз. Сондықтан да бұл қолайлы Қазақстан экономикасы үшін бірінші мәселе. Екінші мәселе, әрине Украинаға қатысты позиция. Қай жағы келсе де Украинаны қолдайтыны түсінікті. Дей тұрғанмен демократтар көбінесе әлемдегі жағдайларда көбінесе қатаңдатылған емес саясат ұстайды. Сондықтан осы тұрғыдан келген кезде Ресейге қатысты санкциялар сәл бәсеңдеуі мүмкін деген ойды тұспалдауға болады. Ал бұл белгілі бір дәрежеде Ресей мен Қазақстан арасындағы тауар айналымының ұлғаюына ықпал етуі мүмкін. Мысалға, Байден тұсындағы жағдайларға егер үңілетін болсақ, көп жағдайда Қазақстан экономикасына дәл Ресеймен қарым-қатынаста үрдістердің керісінше төмендеген байқауға болады. Сондықтан да бұл жерде бірден айту керек, саудаға және сыртқы сауда мен Қазақстанның экспортына оңтайлы әсерін тигізуі мүмкін, егер де Харрис басшылыққа келетін болса.
осындай тұспалдап ой пікір айтуға болады. Бұл Қазақстанның жалпы экспорт көлемін қазір 78-де 8 миллиард доллар көлемінде болып тұрса, бұның да белгілі бір дәрежеде өсіміне ықпал етуі мүмкін. Және де бір нәрсені атап өту керек, Трамптың Қытаймен сауда соғысын бастаған естеріңізде, осы тұрғыда Қытаймен егер Трамп болатын болса, сауда соғысын одан ары тереңдейтіні түсінікті. Ол Қытай экономикасының белгілі бір дәрежеде бәсеңдеуіне алып келуі мүмкін. Тиісінше Қазақстанның мұнайына, шикізатына деген Қытай тарапынан сұраныстың төмендеуіне ықпал етуі мүмкін. Сондықтан салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, Трамптың президентке келуі Қазақстан экономикасы үшін қатты бір тиімді емес екендігін көруге болады. Тағы да бір сандарды атап өтейін, бұл негізінен валютаға қатысты, валюталық курс бағамы қалай болуы мүмкін. Көп жағдайда Трамп бастаған партияның ұстанымы ол қатаңдатылған ақша несие саясатын жүргізуге бағытталады. Нақтырақ айтсақ, доллардың күшін арттыру. Нақтырақ айтсақ, доллардың кілтті пайыздық мөлшерлемесін арттырумен ұштасып жатады. Ал керісінше демократтар жеңілдетілген ақша несие саясатын жүргізуге тырысады. Ол доллардың күшін әлсіретуге көбінесе жұмыс жасайды, себебі доллардың кілтті пайыздық мөлшерлемесі бәсеңдейтін болады. Қайсысы Қазақстанға тиімді? Меніңше, әрине доллардың бәсеңдегені тиімді. Өйткені ол жағдайда біздің теңгеміз тұрақтырақ болады, әлде қайда. Сырттан келетін, қандай да бір осы Американың федералды резервтер жүйесінің ықпалымен келетін қысымнан құтылады деп айтуға негіз бар. Былай айтқанда, ол белгілі бір дәрежедегі елдегі инфляциялық үрдістердің төмен болуына ықпал етеді. Себебі теңгеміз тұрақты болса, тиісінше инфляцияда баяу инфляцияға қарай бет бұрады. Сондықтан қарапайым ғана осы сандардың өзіне қарап отырып, бізде қазірдің өзінде тұспалдап жорамал жасауға болады. Қазақстан экономикасы үшін Трамптың президент болғаннан көрі демократтарды бастап отырған Харристің президент болған тиімдірек. Сондықтан бұл енді менің пікірім. Егер бұл пікірмен келіспейтін болсаңыздар, қандай да бір ойларыңыз болса, комментке пікір қалдырыңыздар, кері байланыс жасаңыздар. Осы видео ұнап жатса лайк басыңыздар, ол мен үшін маңызды. Ол мені келесі видеоларды шығаруға, пікірді айтуға ынталандыратын болады. Қош, сау болыңыздар.